Өмір қасқағым сәт. Мүмкін жылдар бойы бастан кешкен бақыт пен шаттықты, қайғы мен мұңды жинап әкеліп сол бір қасқағым сәтті сезініп үлгеру шығар өмір деген. Бұл менің емес, хореограф Олжас Махамбеталиевтің сөздері және оның бүгін шексіз қиялына куә боламыз. Кеттік. Шексіз қиялдың күші неден сезіледі білесіз бе? Адамның, яғни көрерменнің миына кіріп шықпаған, бұрын елестетіп көрмеген көріністі түсіне алуынан, сезіне алуынан. Шексіз қиял балетмейстердің ғана емес, көрерменнің де көкжиегін өзіне көрсетіп береді. Мен ойлануға, ой қосуға орын қалдырдым. Маған ондай балеттер ұнайды. Әртүрлі көрерменнің әртүрлі шешім шығара алатын балеттер. Неге 9 санына ерекше басымдық бересіз? 9... 9 деген жалпы өмірдің белгісіндей ғой. Фибоначчи дейтін сан бар. Өмірдің, әлемнің, ғаламның саны. Балеттің өзі бәріміздің бір кемеде екенімізді еске салады. Біз ұшып келеміз, үнемі қозғалыстамыз. Өмірдің өзі қозғалыс қой. Мы все находимся на одном корабле. То есть мы летим, мы все время в движении. То есть жизнь — это само движение. Балетте көп ережеден сен шыға алмайсың. Ал заманауи хореографияда көптеген трюктар, қимылдар жасай берсең болады. Бұл жерде импровизация бар. Сол іштей қалай шығады, солай жеткізе бересіз. Не айтқыңыз келеді, соны іс-қимылыңыз өте жеңіл, әрі адамға да түсінуге ыңғайлы. Дауыста. Дауыс туралы ғана сөйлесеміз. Не знаю, что это. Маған наптыр костюміңіз. Кімнің образы? Ненің образы? Менің образым Сатурн планетасы. Расскажите, просто. Кешірім сұраймын. Қиын. Әрбір адамның өзінің ішкі бөлек ғаламшары болады. Адамдікін жеткізу жарайды енді. Жердікін жеткізу қалай болар екен? Дәл осы ғаламшардың маған түсуіне өте қуаныштымын, себебі басқа ғаламшарлар жерден көрі маған белгісіз. Бұл жерде тіршілік бар, тіршіліктің иесі. Бұнда су, тау, табиғат, адамдар, жан-жануарлар барлығы өте ерекше. Айта кетейін, қазіргі қазақстандық балеттің мүмкіндігін көрсетсе, дәл осы қойылымды кез келген елдің көрерменіне ұсынуға болатындай. Мұнда айтып жеткізуге келмейтін, сезім пернелерін қозғайтын сәттер бар. Бұл спектакльде сиқыр көп, оған сіздің қосқан үлесіңіз басым сияқты. Именно в этом спектакле светом обыгран. Дәл осы спектакльде жарықпен ойнайтын көрініс көп. Яғни қойылым 30 минутқа созылса, сол 30 минутта 90 рет жарық картинасы өзгереді. Кей тұста ол 2-ақ секундта тез ауысады. Ал басқа көріністе 4-5 минут бойы жарық өзгермейді. Статичная картина стоит, не знаю, около 4 минуты, например, 5 минут. Осының бәрін өзіңіз ойлап табасыз, я? Қолыңызға тәптіштеп жазып бермейді ғой. Ол да спектакльге байланысты. Дәл осы қойылымда хореограф тыңғылықты дайындықпен келді. Алдын ала жоспары бар, сахнадан не көргісі келетінін жақсы біледі. Есть такая... Онда құпия сюжет бар. Ол о дүниеге аттанған досым туралы естеліктерім. Воспоминания с моим другом, который меня покинул. Музыкасы енді бірінші естігенге кішкене ауырлау, түсіну қиын. Өйткені кішкене емес, бастан аяғына дейін өте ұқсай береді. Хотя он каждый несін әр бөлікке бөлінеді. Соны тыңдау маңызды. Тауып алу маңызды. Тауып алу маңызды, соған дәл түсу маңызды.
Лиза Джерардтың музыкасы сахнаның тылсым қабатында қалқып, әрбір ой тамшысын көңілге абайлап қондырған қауырсындай.